Азулылар әулеті. 32 бөлім. Кім хабарласып жатыр? Махмұт, бірдеңе дедің бе? Не дейм, қалай айттым? Ешкімге ештеңе айтпаймыз. Кім не сұраса да дымыңды шығарма. Айтпаймыз ғой. Бірақ жағдайын көрдің. Бірінің қолы мен қабырғасы, екіншісінің аяғы сынған. Баланың не болатыны белгісіз. Ярен, қазір бәріміздің не болатынымыз белгісіз. Қызырағам келсе не істейтін білесің бе? Бәрімізді өлтіріп, жанымызды жаһанамға жібереді. Сені де, мені де. Бөпемнің жағдайы қалай, неге ешкім ештеңе айтпайды? Менің жағдайым жақсы. Қасымдағы елді қарай беріңіз. Ханым, екі қабырғаңыз сынған, сол қолыңызда зақымданған. Қасыңыздағы әйелді дәрігер тексеріп жатыр, уайымдамаңыз. Я, іліксіз болсын. Дәрігер мырза, сәбиімнің жағдайы қалай? Алаң болмаңыз, ханым. Сәбиіңіздің жағдайы жақсы, ешқандай қауіп жоқ. Аллаға шүкір. Юнусым бір ажалдан аман қалды. Юнус? Юнус деді ме? Жеңге. Айшен, әлгі қатын қайта аузын жапсын. Әйтпесе өлмегеніне өкінетін болады. Аға, арамыздағы сатқын кім? Түсінбедім. Яғни айтпағым. Арамыздағы сатқынның атын айтшы. Көзін құртайын. Не айтып отырсың, Ильяс? Қайдағы сатқын? Невзат бейдің саяжайда екенін. Бәрімізден жасырып келдің ғой. Қайсымызға сенбедің, аға? Сандалмай отыр. Кімді, не үшін жасырғанымды саған айтуым керек пе? Дұрыс. Ең сенімді Алпарсланның айтқан шығарсың. Невзатты жасырғанымды айттым. Мұны бәрін естедіңдер. Сонда қайда жасырғанымды? Неге еш қайсың сұрамадыңдар? Сендерге айтуға міндеттім ме? Саяжайға апардым. Басеке, шетелге жіберем деп ең ғой. Иә, бірақ айнып қалдым. Ұналды тыңдадым. Жиынды тыңдадым. Айнып қалдым. Саяжайда қалған дұрыс дедім. Қазір әулет басы менмін. Айтарларың бар ма? Көке, бұл кейін айтылатын әңгіме. Одан да әрі қарай не істейтінімізді ақылдасайық. Унал, Невзат бейдің тірі екенін біле ме? Білмей ме? Бәрін сен білесің ғой. Басеке, сен айтсаңшы. Көке, менің негінен бар. Маған ешкімге айтпа деді. Сенімен кейін сөйлесем. Даусыңды бәсендетпесең, мүлдем сөйлеспейміз. Бір-біріңе ағалық інілік махаббаттарыңды көрсетіп болсаңдар, бас кесерлерің. Сұрақ қойды, жауабын тауып көрейік. Жоқ, көке, енді аузымды ашпайым. Осыдан ашып көр. Алпарслан,
Басқа комитет қызметкерімен кездестіңдер ме? Қазір Невзаттың көмекшісін ұстап алды. Енді Невзат жайында кімнен сұраймыз? Бұл жайында тек екі адам білетін, біреуі ұсталды. Невзаттың бастығына хабарласу үшін Невзаттың өзін табуымыз керек. Аға, Невзатты соңғы рет саяжайда көрсең қазір сонда шығар. Ол жақты қарадыңдар ма? Алпарслан сұрастырып білген. Қайда екенін білсек сендерден сұрайтын бек? Басеке, Унал көп ұзамай Невзаттың тірі екенін біледі. Сол кезде не істейміз? Өзім де соны ойлап отырмын ғой Вәқпей. Не істейміз? Меніңше Уналдың шаруасы бітті, аға. Қалайша бітті еніште? Әулет басы сен емессің, баға. Унал өлсін бе деп сұрасаң, бәріміз қолымызды көтеріп сені қостаймыз. Сосын жиынға барып, Унал өлсін дейсің. Жақсы. Жиындағы жігіттерге не айтам? Унал өкіметпен байланыс орнатуыма кедергі келтіріп жатыр. Сондықтан Уналды өлтірейік дейін бе? Аға, бізден бірдеңе жасырғанда сылтау табасың. Унал бейді өлтіру үшін де бір сылтау табарсың енді. Інімнің бақытты болуына, үйленуіне, және Невзат беймен дос болуыма неге кедергі келтіресің деді аға. Өлтіре сал, аға. Мына жердің тыңдалмайтыны қандай жақсы. Әйтпесе өкімет те Уналда мені жайыма қалдырмас еді. Өңкей қыңыр, ренжіген, өкпелеген, қыңқылдаған немелер. Қайдан шыққан мінез мынау? Сендерден сұрап отырмын. Унал өкіметпен байланысын барын білсе, жандарыңды жаһанамға жібереді. Басеке осында ма? Кір, бауырым, кір. Бізде бір емес бірнеше Басеке бар. Қайда жүрсің, Фахри? Сөйлесуіміз керек. Мен де сол үшін сұрап отырмын. Қайда жүрсің? Невзатпен кездестім. Қайда? Бірінші рет біреудің атын бұрмаламай айттың ғой. Иә, ол адамды қайдан танисың? 20 жылдық досым, сұрағың бар ма? Міне қызық. Сендер өкімет боп жұмыстарын істеп жүре беріңдер. Біз көшенің қаңғыбастары бөтелке жинап тапсырып күнімізді көрейік. Қане жігіттер? Ей, ақымақтар! Сол бөтелкені алып, Аллахи да, биллахи да өздерін дұрып өлтірем. Үндерің шықпасын. Невзат қайда, Фахри? Сенімен кездесу үшін хабар күтіп отыр. Қайда кездессек дұрыс болар екен? Қай жерде кездессек мыналар ренжімейді екен? Ертеңге қалдырсақ қайтеді? Інім, ертеңге дейін кім бар, кім жоқ? Тым құрса не болатынымызды білейік. Жақсы, онда менің үйіме келсін, менің қасымда болсын. Бәлкім мені де тірліктеріне араластыратын шығар. Ильяс, менің бір түйгенім, адамдар операциядан кейін мінез өзгеріп шығады екен. Сен ауруханада жатқанда ынжықтық микробын жұқтырып алғанбысың? Аға, мен ынжық емеспін. Тек бізді бөлектеме деймін. Біраз қиындық көрдік. Бір өліп, бір тірілдік. Бірақ біз білместіктен опық жеп отырмыз. Неге? Эсраға айтып қояды дейсің бе? Сен өміріңде менен ештеңе жасырған жоқсың ба? Жасырдым.
Бірақ сенен жасырған сырымды Алпарсыланға айтқан жоқпын. Менен не жасырдың? Не жасырғаныңды айт, Ильяс. Қазір сәті келіп тұр. Есептескендей боласың. Бұл жерде айтылатын нәрсе емес, enişte. Аға, сен түрмеге қамалғанда зәреміз ұшты. Тіпті Вербияға барып, Невзаттың көмекшісімен кездесті. Невзаттың көмекшісі, уайымдамаңдар, ағаларың жақсы деді. Бұл Фахри ағаны Невзат сенің қасыңа әдейі жіберген. Алпарсыланға сенің аман есен екендігіңді айтып қойған. Ал оны бізге кім айтты? Қаймана біреу. Көке, Невзат бей маған ештеңе айтқан жоқ. Сен қашан білсең, мен де сол кезде білдім. Сен үніңді өшір. Ильяс, мен сенің үніңді қалай өшірсем болады, а? Қолымды кессем көңілің көше ме? Жарайды. Бұдан бұлай сенен өкімет жайын жасырмаймын, а? Оны өзің білерсің, аға. Рұқсат болса, үйге барайын, шаршадым. Бар, кет демал. Шаршасаң демал. Фахри. Иә, Басеке. Негізі, Ильяс дұрыс айтады. Ең дұрысы үйде кездесейік. Невзатты үйге әкел. Қазір не деп тұрсың? Мен жайшылықта Невзатпен кездеспейтін болсам, қайда бар әлем? Назлыға? Немесе үйге. Аға, жеңешем Невзатты көрсе, бұл кім деп сұрамай ма? О, субханалла, жаратқан ием өзің сабыр бере көр. Оналдан қорқпағанда жеңгеңнен қорқамыз ба? Мен қорқам. Сен одан да Ильяс көкеңнен қорқ. Түс алды ма, қане? Папаз яхнесі. Қош келдің, жаным. Әсра, ендігәрі маған жаным деме. Неге? Өйткені өміріңнің быт-шыты шыққанын қаламайым. Бірдеңеге ренжідің бе? Алғашқы жұмыс күнімде жігіттермен келісе алмадым. Ильяс, мен ештеңе түсіне алмадым. Мен де соны айтып отырмын ғой. Мені ешкім түсінбейді.